Қайырлы күн қыздар. Бүгінгі сабақта сөмкеміздің клапанын толықтай айналдырып тоғып шығамыз. Ол үшін соңғы біткен петляларыңыз тұр ғой, сол петлядан бір воздушный петля тоқимыз, бір бос шалу. Тоқып алдық. Одан кейін қарасаңыздар, петлялар тұр, көрдіңіз бе? Осы әр петляға, әр қайсысына бір петля тоқимыз. Жақындатып көрсетейін. Мінекей келесісіне, жаңа біз біріншісіне тоқтық қой. Енді келесі екіншісіне, үшіншісіне. Осылайынан айналдырып тоқимыз. Бір петлядан қосып. Осылайынан қыздар, мына қатардың соңына дейін тоқыңыздар да, біреу қалған кезде тоқтатып тұрыңыздар. Мен әрі қарай қалай тоқитынын көрсетемін. Мына жерде өздеріңіз тоқыңыздар. Қыздар, мінекей мен тоқып алдым. Мына кішкене қатты болса созып қойыңыздар. Мен шамалы тартып тоқып қойған сияқтымын, бірақ мінекей қалпына келді. Соңғы бір петля қалды ғой. Осы петляға қалай тоқимыз? Мына келесі бетке қарай өту үшін мына жерде тартылып қалмау керек. Соңғы петля, сол соңғы петляға бір петля тоқисыздар да. Тоқып алдыңыздар ғой. Бір воздушный петля тоқып жібересіздер. Одан кейін тағы да сол петляның өзіне бір петля тоқимыз, мінекей. Сонда бас аяғы үшеу болды мына жерде. Воздушный петляның орнына тағы да бір петля тоқсаңыздар болады, бірақ мына жерден тығыз болып қалады. Сондықтан бір петля тоқимыз, одан кейін воздушный петля, сосын қайтадан бір петляның өзін сол тесікке тоқисыздар. Енді қараңыздар, келесі қатарда бізде жаңағыдай әрбір мынадай петлялар, тесіктер жоқ қой. Тек былай тұр, иә. Осыны әрі қарай түзу тоқу үшін мінекей үлкен бізде жіп тұр. Осы жерге екі петля тоқимыз. Біреу, екеу. Екеу тоқығаннан кейін мына жерде ортасында, мына барлығын біріктірген ортасында бір петля болады ғой. Сол бір петляға біреу тоқимыз. Сосын шамалы ұзартып ала беріңіздер, өйткені ол кішкене іш жағына қарай кіріп тұр, иә. Біздің петлямызбен қатарлас болу үшін мінекей шамалы үлкендеу қылып аласыздар, сол кезде мынаумен қатар келеді. Тағы да келесі ұзын петляға өтеміз. Біреу, екеу, бұл жерде екеу тоқимыз да. Мынау кішкентайына, төменде тұрғанына сәл ұзартып, үшіншісін тоқимыз. Бұл жерде біреу. Мына жерде тағы көрсетем, мінекей екеу. Біреу, екеу. Әрі қарай мына жерден біреуін алып тоқимыз. Көрдіңіздер ма? Түзу келе жатыр сол кезде. Егер де мынаны тартып тоқитын болсаңыздар, мыналар сияқты кішкене төменге қарай түсіп қалады. Бостау тоқсаңыз, осылармен қатарлас келеді. Келесі екі петля тоқимыз. Үшіншісін мына жақтан аламыз. Қыздар, осылай тоқып келе жатқан кездеріңізде, алдарыңызда бұлай кездессе, яғни мінекей мына жерде екеу тоқитын болдық қой. Одан кейін мынандай біреу, мынау біреу кездесіп, одан кейін мынау болатын болса, онда егер де қатты тартылып кетпейтін болса, бір екеуінің арасы жақын ғой, мына жерге екеу емес, мына тұрған бір тесікке тағы екіншісін соған тоқыңыздар. Егер де қатты тартылып кететін болса, мына жері әрі қарай тоқып көресіздер да. Тартылып кететін болса, онда жеке-жеке тоқыңыздар. Осылайынан тоқисыз да. Мынау осы
бөлек тұр ғой, бұған бөлек тоқисыздар. Егер де тартылмайтын болып, екеуінің арасы жақын болып кетіп, мына жерден мысалы или биік болып кетеді, өзі білінеді, болмаса жаңағы дұрыс келмей қалатын болып жатады, сол кезінде мына жерде біреу тоқисыздар, әр жағын